Ең көбі 1000 дана кітап басылған, кейінгілері қаражат тапшылығына байланысты 700-500 ғана данамен шығарылған екен. Кітап шығарудағы қаражаттың қомақты бөлігі баспаханаға жіберіледі. Әлі күнге дейін қаламақы деген проблеманы, мәселені айтпағанның өзінде кітап шығару нарығы ең қиын мәселе болып тұр. Сондықтан қанша жазушылар одағының мүшесі болсақ та, мемлекеттік тапсырыспен шығарылатын кітаптардың дені шамалы, оған сонша іріктеліп, сұрыпталып және санаулақ тізімдер енуі мүмкін. Сондықтан мен әлі күнге шейін мемлекеттік тапсырыспен кітап шығарайыншы деп ұмтылған да жоқпын. Одақтың төрағаларына немесе одақ басшыларына да алдарына қолымды жайып барған емеспін, және кеңселерінің есігін қаққан емеспін. Әлі әзір ондай тірлікті лайықты деп санаған жоқпын. Сондықтан мұны мүмкіндігінше өзімнің дайындаған, өз қалтамның көтерген қаражатына шығардым. Соңғы шыққан балалықтан басталған атты кітабында Үміт Битенова өз қаражатына шығарды. Бірақ басылған 1000 дана өзін ақтай қояды деп ойламаймын, дейді ақын. Кітаптарының көпшілігі кітапханаға таратылып, кейде тапсырыспен сатып алынады. Бір бөлігі дүкендерге де қалдырылған. Бірақ сатылымы әзірге жоғары емес. Дайын туындылардың таралуын білмек мақсатта біз де қаламыздағы Шерхан Мұртаза атындағы кітап үйіне бас сұққан едік. Бұл жерде мектеп оқушыларынан бастап шетел авторларына дейінгі түрлі жанрларды таба аласыз. Сатылым көбінде қыркүйек-қазан айларында жоғары, себебі білім ошақтары оқулықтарды жиі іздейді. Ал көркем әдебиетті жазға салым демалысқа шыққан студенттер жиі сатып алады екен. Тауардың 70%-ға жуығы қазақстандық авторға тиесілі. Литература мы все равно. Әдебиетте біз бірінші кезекте қазақстандық қаламгерлерге басымдық береміз. Жастар әрине шетелдік авторларды оқиды. Ал біздің сөрелерімізден көркем әдебиет, тарих жанрындағы кітаптарды табуға болады. Жалпы айтқанда 70% қазақстандық, 30% шетелдік авторлар. Кітап сөрелерінде жиі тұратыны да, сатылатыны да уақыт тезінен өтіп сыналған қазақ классиктерінің туындылары. Қазір Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасы, Зейнеп Ахметованың Күре тамыры мен Бабалар аманаты жиі сатылатын кітаптар тізімінде бірінші тұр. Бірақ олардың өзі айына орта есеппен 50-60 данадан ғана сатылады. Нарыққа жаңа шыққан қазақстандық авторлар табылмады. Оларға сұраныс жоқ, дейді сатушылар. Өңіріміздің мерейтойына орай Жамбыл облысына 80 жыл тәрізді тарихи энциклопедия кітаптарда көп сатып алынады. Үйімдар сыйлық үшін де арнайы алып жатады. Ал жастар фантастикалық жанрды, Стивен Кингті және қазіргі Харуки Муракамидің шығармаларын жиі сұрайды екен. Если что-то уходит хорошо, мы же... Егер бір нәрсе жақсы өтіп жатса, біз тапсырыс береміз, қайтадан сұратамыз. Мысалы, Абайдың қара сөздері 1 айда 50-дан асып өтті. Біз қайта тапсырыс бердік. Жалпы кез келген кітап таралымы 10 000 данадан асқанда ғана өз-өзін ақтайды. Ал 100 000-мен шықса авторға да баспаға да пайда әкеледі. Бірақ оларды сатып өткізу оңай емес. Маркетингпен дос болып, жарнамамен жақсы жұмыс істеуіңіз керек. Біздің жазушыларымыз таза шығармашылықпен ғана айналысқысы келеді. Жазғаннан кейінгі өміріне немқұрайлы қарайды, дейді мамандар. Ал шет елде автор өз шығармасының оқырманға жетуі үшін өзі жүгіретін кездерде аз емес. Ол жақта туынды мен авторын жарнамалап, оқырманмен жолықтыратын кітап агенттерінің жұмысы жетік жолға қойылған. Әдебиетке оқырман тарту үшін бизнес заңдылықтарын қолданудың артық болмайтынын Picadi.com агенттігі жүргізген сауалнама қорытындысы дәлелдейді. Медиа әлемінде жаңа кітаптарға шолу немесе жеңілдіктер тәрізді маркетинг әдістері танымалдылыққа ие. Сауалнамаға жауап бергендердің